Сіздермен бірге өңірлік коммуникациялар қызметі бүгінгі подкасттың тақырыбы шығысша бизнес. Әңгімемізді бастамас бұрын қонақтармен таныстырып өтейін. Алиф Бахрус Сархат оғлы, аға несие менеджері. Хасенова Бақытгүл Бақытжанқызы, Өскемен Атамекен шағын қаржыландыру ұйымы өкілі, және Инабат Кайсанова, Ертіс әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамның ресми өкілі. И такой первый вопрос у меня. Как вы считаете, легко ли вести бизнес в Восточном Казахстане? Я думаю, да. На сегодняшний день у нас инфраструктура более развита по туризму, так как Восточный Казахстан является самым и красивым и туристическим районом среди городов Казахстана. И туризм на сегодняшний день более развит, так как у нас позволяет это природа нашего Восточного Казахстана и особенно районы. Это Маркаколь, Алтайский район и ближе районы, которые окружают наши города, как бы. Вести бизнес в Восточном Казахстане легко, потому что у нас есть филиал Палаты предпринимателей. Его можно считать домом предпринимателя, так как любой предприниматель, даже начинающий, может прийти к нам, начать оформить узаконить свой бизнес, а также открыть, оформить и дальше уже и вести, так как у нас все сопровождение проводится бесплатно. У нас есть региональные в районах директора, консультанты, которые помогают в этом. Поэтому во всей области любой начинающий бизнесмен может начать свою работу. Это все проводится бесплатно. То есть вот я просто могу прийти в Палату предпринимателей и сказать, я хочу открыть бизнес, и они мне помогут. На каких этапах они свою поддержку могут оказать? На самом начальном этапе, то есть любой человек может прийти и сказать, я хочу открыть ИП, КХ, СПК, и это все ведется бесплатно, даже вплоть до того, что можно вести даже налоговые отчеты бесплатно. То есть любой бизнесмен может приходить к нам в течение года и получать все консультации бесплатно. Бесплатно, да, это ключевое слово, наверное, бесплатно. Енді Оксана, қайырлы күн. Өзің білесің ғой, біздің өңірде, Шығыс Қазақстанда басқа өңірлермен салыстырған кезде өндірістік әлеуеті және туристік әлеуеті өте мол. Оны өзіміз жақсы білеміз. Мәселен, Алматы, Астана, Шымкент сияқты мегаполистер дейміз, ірі қалаларда қызмет көрсету саласы аса дамыған. Әртүрлі қызмет түріне, сервиске сұраныс өте көп, өйткені халық саны көп. Шығыс Қазақстанда керісінше жаңағы халық саны соншалықты көп болмағандығынан басқа да осы өндіріс саласына, тау-кен дейміз, туризм саласы барлығы кеңінен жаңағы бизнес жасауға мүмкіндік бар. Сол себепті әрдайым жаңағы бизнес бастайым деген кезде мен ойлаймын, әрбір өңір өзінің молшылығынан бастау керек. Мысалы, өзінің күшті жақтарынан, мықты жақтарынан, не нәрсеге бай өңір деген сияқты. Мәселен, бізде оңтүстік өңірлерде күріш, тағы басқа өндіріп жатады. Шығыс өңірі өздеріңіз білесіздер, сүтті жер, сүт, ет, ауыл шаруашылық өнімдерін. Бүгінгі таңда тек қана мен ойлаймын, нарықтық сұранысты ескере отырып, тек қана өнімді шығарып қана қойып емес, оны қайта өңдеумен, оны түрлендіріп сатумен, тек қана өндіріп қоймай, оны алатын адамның сұранысын ескере отырып қарайтын болса, кез келген бастаған істі дөңгелетіп әкетуге болады. Қалай ойлайсыздар, жалпы мысалы сіз айтып өттіңіз, жалпы қандай ерекшелігі бар? Бізде өндіріс саласы дамыған, туризм саласы дамыған деп, бірақ та мысалы кәсіпкер осы Шығыс Қазақстанда қандай қиындықтарға тап болады, бизнесті ашайым деп тұрған кезде? Енді медальдің екі жағы бар деп айтамыз ғой. Жаңа шын мәнінде біз шығыс өте әлеуеті мол, туристік әлеуеті мол деп айтамыз. Өндірістік үлкен кәсіпорындар бар, тау-кен саласы, яғни жер қойнауларында қаншама байлық жатыр. Оның барлығы бүгінгі таңда үкімет тарапынан үлкен мүмкіндіктер беріліп отыр заң аясында.
тіпті жаңағы алтын іздеушілер бар, тағы басқа деген сияқты. Істеймін деген адамға ізденіс болса, ниет болса, әрбір саладан өзінің нишасын дейміз ғой, өзінің айналысатын ісін табуға болады. Бірақ та не кедергі болуы мүмкін, ол әрине тұтынушылардың санының аздығы. Кез келген бизнес ол ұсыныс пен сұраныс, тұтыну, тауарды өндіру және оны біреудің сатып алу, дұрыс қой. Біреу қызметін сатады, біреу өнімін сатады деген сияқты. Сондықтан бұл жерде біздің жаңағы мегаполистердегідей халық санының көп болмауы белгілі бір көлемде жаңағы бизнесті кеңейтуге кедергі келтіруі мүмкін. Яғни қанша өнімді сіз өндіріп жатқанмен, егер тұтынушылар тарапынан сұраныс болмаса, сіздің өндірген көлеміңіз сол көлемде өтпей жатса, әрине бұл жерде жаңағы қақтығыстар дейміз ғой, қарама-қайшылықтар пайда болады. Сол себепті де мен ойлаймын, біздің өңірге түрлі елдермен шекаралас болып жатқандығын пайдалану керек. Бұл ең мықты, ең бір жаңағы козыр деп айтады ғой енді, өздерінің осы біздің өңірдегі бизнеспен айналысатын адамдардың ең бір сәтті тұсы деп ойлаймын, ұтымды тұсы. Өйткені өз өнімдерін халық саны аз екен деп енді осы жерде ана істі бастауға, мына істі бастауға қорқақтап отырмай, Ресеймен, Қытаймен, Моңғолиямен дейміз, осы шекаралас жатқан басқа да елдердің барлығына өзінің тауарын өткізуге тырысу керек. Яғни о баста, егерде ол жаңағы шағын кәсіп па, ірі кәсіп өкілі ма, субъектісі ма, соны өз үшін таңдап алады ғой енді, жаңағы заңды тұлғалар. Сол кезде бірден мен ойлаймын, бастапқы этапта адамның кішкене бизнесті көре білуі маңызды. Ары қарай қалай болады, арғы қадамдар, бұл тауарды қайда өткіземіз, шетелмен қарым-қатынаста мүмкіндік бар ма? Қазір логистика дамып жатыр, екі ел арасындағы жол дамып жатыр, әуе жолы, су жолы, кәдімгі өз құрлықтағы жолдарымыздың өз қаншама темір жол дейміз, барлығы өте қарқынды дамып жатыр. Өйткені талап күшейді, уақыт тығыз, тездету талап болып жатыр. Созылып кеткен қаншалықты жобаларда бұл тұрғыда қазір қарқынды жүріп жатыр. Сол себепті мен ойлаймын, соның барлығын ескеріп, қызмет түрін көрсеткісі келе ме, әлде тауар сатқысы келе ме, кез келген бизнес өкілі кішкене көкжиегін кеңейтіп қарағаны дұрыс. Ал енді біз бүгін әріптестеріміз келіп отыр, жаңағы ауыл аманаты деп айтып жатырмыз. Соның аясында шағын жобаларды бастаған азаматтар, бұл жалпы бұл бағдарлама ауылдың халқының ахуалын көтеру үшін қолға алынған ғой. Бұл енді жаһандық экономикада қандай да бір әсері бар жоқ деп айта алмаймыз. Бұл адресно нысаналы түрде сол өңірдің, сол ауылдың, сол ауданның жағдайын көтеру үшін экономикалық. Өйткені суға түскен тамшыдай деп жатамыз. Сол жаңағы қаншама адамның жағдайы түзелгендігінен айналып келіп тұтас ауданның, тұтас өңірдің жағдайының жақсаруы байқалады. Сол себепті жаңағы жекелеген азаматтардың, жеке тұлғалардың ашып жатқан кәсіптері, шығарып жатқан өнімдері, барлығы мен ойлаймын, сұраныс болғаннан кейін қолға алынып жатқан істер. Оның өзі аса маңызды. Өйткені ауылды жерде мәселен қандай да бір қызмет түрін алу үшін, қандай да бір өнім сатып алу үшін орталыққа, жаңағы қалаларға шабу болмау керек сияқты меніңше. Барлық қажетті дүние сол ауылда өндірілу керек, ұсынылу керек. Ол үшін барлық мүмкіндік. Вот Инабат сказала о тех препятствиях, да, которые могут возникнуть у начинающих предпринимателей. Вот у меня такой вопрос. А легко ли взять кредит? Вот какие этапы кредитования есть у нас для предпринимателей? Если расскажете подробно, я думаю, будет очень интересно нашим зрителям. То, что, как мы говорим, вот мы с вами до начала подкаста разговаривали, да, что действительно такое ощущение, что очень мало информации для предпринимателей и вообще для людей, что может вообще сделать, да, человек, который хочет заняться бизнесом. То есть мы видим на наших LED-экранах города везде какие-то рекламы цветов, диванов и так далее, но очень мало такой информации, что вот приди в палату предпринимателей, если ты хочешь открыть свой бизнес, мы тебе поможем. То есть как бы нету призыва, что ли. Вот легко ли взять кредит? На самом деле, да, обычному человеку, который ищет, очень легко это найти, так как я сказала, региональная палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области, она имеет филиалы во всех районах. И очень большую такую самую глобальную работу выполняют они, директора филиалов, также консультанты.
Я хочу отметить районы, которые очень, как сказать, часто с нами работают. Это районы Курчумский, Катон-Карагайского района, Зайсанского района, директора, также консультанты, да и не те, которые я отметила, а все практически, они помогают нам в этой работе, так как они выполняют именно вот эту консультационную работу. А также акиматы районов, отделы сельского хозяйства, отделы предпринимательства, а также акиматы сельских округов также работают в этом направлении. Они вот исполняют вот эту вот львиную долю работы, так как они первоначально занимаются агитационной работой и первичным сбором документов на местах, так как районы у нас отдаленные. Поэтому ищущему человеку здесь нет сложностей. То есть кто ищет, тот всегда найдет, да? Да, совершенно верно. Хочу дополнить коллегу, да, легко сказать легко. На практике получается так, что людям не хватает документальной вот какой-то грамотности, да, практики, опыта, элементарных каких-то знаний просто. Поэтому действительно важно сопровождение на местах, направить, показать. То есть человеку легко прокредитоваться, льготно вот, государственные средства получить, если у него в порядке документация. Вообще, если человек живет правильно, у него все документы в порядке на свою недвижимость, на свой бизнес, да, своя кредитная история и так далее. Все объяснимо, логично, понятно, прозрачно, конечно, легко. То есть есть конкретные требования программы, там перечень документов, да, то есть это базовые какие-то требования, элементарные. Если действительно у тебя все это совпадает, ты понял, что у тебя просят, что с тебя требуется, тогда, естественно, собрав весь пакет документов, человек с 90% вероятности, что он пройдет, да, кредитный комитет. Совершенно То есть есть комитет кредитный, который это не один человек решает, это не СПК ЕРТАС решает, не МФО, там, Микен лично. Это комитет, созданный специально для того, чтобы рассмотрели вот компетентные специалисты, да, руководители сообща. Конечно, там мы видели, что прям горячо обсуждается за проект, кто-то за, кто-то против, да. Естественно, очень большая проблема, тут нужно сказать, большая нагрузка кредитная, закредитованность населения, то есть у них уже существует ряд кредитов потребительских, не только, да, и помощь ли это в данный момент выдавать ему кредит? То есть это всегда такой парадоксальный вопрос. Да. Естественно, там члены комитета, половина, если говорят, да, откуда ему еще взять средства, да. Мы сейчас вот выдаем, человек дальше закупает оборудование, тем самым там, далее развивая свое дело, со своего дохода закрывает все, что ему нужно. Ну и противовес говорится о том, что если человек до сих пор не смог закрыть какие-то мелкие кредиты, да, там просрочка имеется очень большая, там продолжительная, это уже характеризует, правильно, да? Это уже говорит, как бы по умолчанию воспринимается так, что человек либо безответственен, либо не умеет заниматься делами, управлять системой, либо есть проблемы, которые не озвучиваются, естественно, там открыто. Поэтому тут, конечно, и члены комитета рискуют где-то там навстречу шагая, так скажем. Но очень много обсуждений. Жалко, конечно, что это все не публично, да, потому что это же действительно комитет закрытый, где обсуждается, да, это конфиденциальная информация, это какие-то данные людей. Так хотелось бы, конечно, чтобы люди видели, да, что за их проект борются люди, хотят, чтобы прошел каждый проект, каждый. А вот каких больше проектов, какую сферу? На сегодняшний день у нас большой захват – это туризм, производство и переработка. То есть в части туризма это строительство туристической базы отдыха, это установление кемпингов на сваях, которые устанавливаются. Производство, переработка – это на сегодняшний день у нас оборудование по производству сырья или по переработке.
По производству полуфабрикатов можно оборудование приобретать, оборудование по переработке сырья. Это у нас на сегодняшний день такие районы, как Курчум, Тарбагатай, где развито больше животноводство. Там у нас приобретают оборудование по производству сырья, например. Такие, как Алтай, Глубокая, Шаманайха, там больше по производству полуфабрикатов, например. Ну и в основном туризм. Туризм, еще раз повторюсь, на сегодняшний день у нас в Восточном Казахстане более развитая сфера направления. А не сталкиваются ли бизнесмены с бюрократией, с проверками многочисленными? Вот как вот в этой части обстоят дела? То есть это понятно, что нужно все подтвердить документально, чтобы все было прозрачно, но... Енді Оксана, бұл жерде айта кетсек, бізде жалпы Шығыс Қазақстан өңірінде осы бағдарлама, бұл енді жаңағы бизнес по восточному деп тақырып алып отырмыз ғой, бірақ соның аясында осы ауыл аманаты туралы айтатын болсақ, 2023 жылы бұл жоба басталған кезде Шығыс өңірінде бірінші рет жүзеге асырылған кезде 1,5 миллиардтан астам қаражат болған. Соның 80%-дайы мал шаруашылығына жұмсалған болатын. 79-да бірдеңе пайыз болған. Ақшаның түгел дерлігі деп айтайықшы, мал шаруашылығына жұмсалды. Бордақылау, ірі қара, ұсақ мал басын көбейту берілді. 2 жыл каникулдары болды, оның ішінде 1 жылы процентін төлеуге, тағы 1 жыл төле алып, соның үстінен жаңағы негізгі соманы қаражатын төлеуге үлкен көмек болды. Одан кейін 24 жылы басымдылық басқа салаларға берілді. Енді малды өсіре бергенмен оны сен қайта өңдей алмасаң, қайда өткізеріңізді білмесеңіз, тағы басқа, ол кішкене айтып жатамыз ғой, ар жағын қарамау деп, мән жайдың ар жағын қарамау. Енді былтыр міне 24 жылдан бастап жаңағы әріптестерім айтып отырған туризм, жол бойындағы сервис бізге өте қажет салалар. Сондай-ақ ауыл шаруашылық техникасын сатып алу. Бұның өзі аса сұраныстағы бағыттар. Бірақ та қазір халық арасында бар екен мынандай қате пікір, мал шаруашылығына бермей жатыр деген сияқты. Ондай жоқ. Яғни ауыл аманаты бағдарламасының шартында ондай тыйым жоқ. Мынандай бағытқа бересің, мынандай бағытқа бермейсің деген. Әрине басымдылық берілетін әр өңірдің өзінің басымдылығы бар. Өңірлік даму стратегиясы бар. Перспективалы проект болса, әрине. Мысалы, малға биыл міне тағы да қаражат бөлінеді деп отыр, күзге таяу бұйырса, соның 40%-дайы мал шаруашылығына беріледі мысалы. Оның өзінде жаңағы жоба ұсынатын азаматтар біз айтқымыз келеді, ескерсе екен, бірден қадам-қадаммен қарап алса, ол малды мен өсіріп, қайда өткізем, қандай күйде өткізем, фасовка жасап жаңағы қораптарға орап кәдімгідей тұтынушыға ыңғайлы күйде өткізем ба деген сияқты. Өйткені мал шаруашылығына қаражат беруге тыйым салуға болмайды. Неге? Өздеріңіз көріп отырсыздар, күн сайын ет бағасы өсіп келе жатыр. Тіпті басқа жақтан қарағанда өзімізде де сұраныс көп. Жоқта ғана міне пакистандық инвесторлар келді. Тағы да шетелдік инвесторлардың сұранысы бойынша көп көлемде мал сатып алғылары келеді. Өйткені білет Қазақстанда не дегенмен таза ет. Сондықтан мен ойлаймын, бұл тұрғыда ауыл аманаты бір тетігі ғана ғой, бір шағын ғана. Бұдан бөлекте өздеріңіз білесіздер, қазір үкімет тарапынан үлкен қолдаулар, жаңа бағдарламалар шығып жатыр. Осы мемлекет тарапынан қандай қолдаулар көрсетіліп? Ауыл аманаты бағдарламасынан бөлек қандай мүмкін? Енді бұл жерде қараңыз, біз енді әріптестерім нақты сол осы бағдарламаны жүзеге асырып жүрген менеджерлер ғой. Жалпылама айтатын болсақ, енді мен мысалы Ерсі әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы тарапынан бізде осы ауыл аманаты бір тармақ, одан кейін кең дала деген үлкен бағдарлама туралы бірінші рет естіп отырмыз. Кең дала өйткені жеке тұлғаларға ол сәл келмейтін бағдарлама. Бұл ірі корпорациялар, ірі қожалықтар, жаңағы үлкен компаниялар дейміз ғой, үлкен жер көлемін өңдейтін, мәселен, ол жерде ондаған миллиард ақша беріледі. Мысалы, бір адамға 1,5 миллиард берілуі мүмкін. Мына жерде ауыл аманатына бір маусымға 1,5 миллиард берілсе, кең далада мысалы бір маусымға бір адамға 1,5-2 миллиардтай берілуі мүмкін. Ол тез игеру керекті
қаражат мәселен. Яғни үлкен сіздің фермаңыз бар, егістік алқабыңыз бар, уражай алуыңыз керек, иә, тез арада. Немесе жанар жағармайыңыз жетіспейді, жұмыс күшіне қаражат төлеу керек, я болмаса техникаңыз жетіспей жатыр. Сол кезде осындай үлкен қаражатты алып жұмсап, содан кейін осы 5 ай 6 айдың ішінде алған өніміңізді сату үстінен тез қайтарылу керекті қаражат. Сондықтан әрине қарапайым адамға, қарапайым халыққа бұл келмейтін, жаңағы басқа заңды тұлғаларға арналған. Әр бағдарламаның өзінің аудиториясы, өзінің қатысушылары бар. Сондықтан мен ойлаймын, бұл енді тек қана біздің линиямен, біздің желімен болып жатқан қолдаулардың түрлері. Бұдан бөлек елімізде енді жаңағы тағы да арзан пайызбен несие беру осы жолы айтылды, жарияланып жатыр. Бұл да жаңағы мал өсірем дегендерге, ауыл шаруашылық саласын дамытам дегендерге, одан кейін жаңағы өздеріңіз білесіздер, техника алып тағы басқа болып жатса субсидия беріледі. Яғни алған, жұмсаған қаражатының жартысын үкімет жауап беріп отырады, Бұл бұрынғыдан бар тәжірибе, бұрыннан келе жатқан субсидия, сондықтан бұл да қолдаудың бір тетігі. Одан бөлек ақпарат. Яғни тегін түрде, жаңа әріптестерім айтып отыр ғой, кез келген этапта тегін түрде консультация беру, кеңес беру, бағыт беру, тіпті болмай жатса жаңа бизнес жобасын жасасуға көмектесу, Сол үшін осындай институттар бар. Мысалы, өңірді дамыту институттарының әр қайсысы, мен ойлаймын, осы біздің жекелеген азамат па, жеке тұлға, заңды тұлға ма, олардың бизнесінің дөңгелеуіне мүдделі. Яғни ортақ мақсат дейміз ғой. Бұл кісілер сол үшін қызмет етеді. Біз барлығымыз сол конечный жаңағы біздің кәсіпкерлеріміз, тіпті өзімізде тұтынамыз ғой сол өнімдерді. Яғни бұл саланың дамуы, бұл қолдаудың болуы және әрбір іспен айналсам деген азаматтың белгілі бір үкіметтің көмегіне жүгіне алуы, оның барлығы айналып кеп барлығымыз үшін өте тиімді нәтиже беру керек. Были ли такие случаи, что вот человек взял кредит, но по каким-то причинам он не смог, допустим, как-то вовремя отдать этот кредит, или там ежемесячное же есть погашение? Вот какое взаимодействие с такими предпринимателями? Что вы, как представители, МФО, делаете? То есть есть ли для них какая-то помощь, что там... Смотрите, на сегодняшний день хорошо, что у нас таких случаев нету. У нас все клиенты платежеспособные. То есть при оформлении, при консультации и при процессе всего данного проекта, оформления кредита, мы с клиентами проговариваем то, что вот у вас есть договор займа, в котором вы можете ознакомиться. В договоре займа есть график, где вы можете также ознакомиться с ежемесячным платежом вашего кредита. У вас есть возможности удаленной оплаты кредита. Что, например, на сегодняшний день вы, если приобретаете кредит в банке второго уровня, вам нужно ехать в город для того, чтобы оплатить данный кредит. А у нас, допустим, вы можете просто зайти в приложение, по приложению перевести платеж свой. И заранее мы в таких случаях заранее за 3-4 дня звоним клиенту, и оповещаем о ежемесячном платеже, который подходит клиенту. Да, и хотелось бы добавить, что успешность любого проекта, она зависит от первоначальной консультации, оформления займа. Поэтому здесь на первоначальном этапе мы, как менеджеры микрофинансовой организации Өскемен Атамекен, полностью проводим консультацию так, как для того, чтобы клиент понял всю программу, какие у него будут последствия, а также какие у него будут условия по кредиту. Поэтому таких случаев, к счастью, у нас нет. Поэтому все клиенты у нас платежеспособны. Ақпараттандырылған дейсіз ғой. Енді бұл жерде айта кету керек, біздің Ертіс корпорациясының менеджерлері жоспарлы түрде мониторингке шығады. Әр ауданға, әрбір жаңа қаражатты алған кәсіпкерлердің нақты мақсатты түрде жұмсалып жатыр ма, кедергілері жоқ па, уақытылы өтеуге үлгеріп жатыр ма. Өйткені қаражат берілгеннен кейін оны игеруге белгілі бір уақыт беріледі.
одан кейін жаңағы 12 айдың ішінде сол мақсатты түрде жұмсалғандығын, нәтижеге қол жеткізгендігін, тағы басқасы барлығын мониторингтеу бізде жолға қойылған. Биыл да міне осы алдағы уақытта келесі аптада бұйыртса 10 күндік мониторинг басталады. Соның ішінде барлық аудандарды біздің менеджерлер аралап өтеді. Бұл жерде енді аса маңызды, кейде бір-екі күннің өзі маңызды болып жатады, адам үлгермей жатады, айтып қалады. Сосын жаңағы айыппұл деп жатамыз ғой, мысалы, уақытылы төлемегендігі үшін айыппұл салуға жүйе мәжбүрлейді. Енді мен былай кешігіп қалдым ғой, бүйте салсаңыздар болмай ма деген бізде әлі күнге сондай әңгімелер болады халық арасында, иә. Өйткені бұл жерде түсіну керек, ол кісі үлгермеді, сіз егер оны ескертіп үлгермедіңіз менеджер ретінде, иә, немесе жаңағы тиісті айыппұлды салып үлгермедіңіз, жарайды деп ол кісі солай жаңағы жағдайын түсініп көз жұма салғанмен жүйе ондайға жол бермейді. Неге? Бұл коррупциялық риск деп аталады, иә, жаңағы сыбайлас жемқорлық тәуекелін болдырмау керек біз бұл салада. Сондықтан үнемі айтып отырады, қайталап менеджерлерде, біздің менеджерлерде кешіктіру болмасын, алдын ала қамданыңыздар. Өйткені олардың жаңағы кредиттік дейміз ғой, несиелік историясының бұзылмауы кәсіп жүргізу үшін аса маңызды. Өйткені көп кісілер қазір алады қаражатты, сәтті жүзеге асырады, игереді, нәтижеге қол жеткізеді, сосын тағы да қатыса алады, иә, тыйым жоқ қой. Сондықтан қайтара қатысу үшін де бұның барлық жаңағы тарихи несиелік бұл әсер етеді. Сондықтан айтқымыз келеді, жаңағы әсіресе ауыл халқы, өзімізден де ауылда шықтық, үйреніп қалған ғой. Барлығы қарапайым сияқты көрінеді, барлығын кейде бір менеджерлер, ресми қызметкерлер күрделендіріп отырған сияқты көрінеді. Олай емес, жүйені түсінуіміз керек. Бүгін бізде заң аясында тірлік жасап жатқан еліміз, президенттің өзі айтып отыр, правовое государство деп үнемі қайталап отырады, иә. Сондықтан кез келген әрекет талап аясында, ереже аясында, заң аясында болу керек. Сондықтан бізде де басқарма төрағасы Әбілбекетович өзі де қабылдап азаматтарды кездесіп отырғанда үнемі қайталап айтып отырады. Біздің қолымызда бар сияқты көрінген мүмкіндік ол заң аясында берілмейді. Мәселен, біреудің олқылығына көз жұма салу, я болмаса мына жерде кешіккендігіне тағы басқа деген сияқты, иә. Сондықтан бұл жерде сауаттылық керек, заң аясындағы адамның өзінің жауапкершілігі керек. Бұл аса маңызды. Ең маңызды деп айтсақ болады, жалпы осы кез келген несие алуда, бизнесті дөңгелетуде, кез келген адаммен қарым-қатынаста, кез келген институтпен қарым-қатынаста адамның өзінің сауаттылығы керек, жауапкершілік керек. Да, и здесь можно добавить, что при консультации клиентов мы обязательно говорим о том, что будет проводиться мониторинг с участием всех представителей, осуществляющих данную программу. Это поверенный агент, местные исполнительные органы, а также непосредственно, кто ведет эту программу, это мы, МФО Скеминатамикен, работники. Поэтому все клиенты об этом предупреждены, и это все прозрачно, это все оговорено в программе. И как вы сейчас сказали, что какие могут препятствий здесь абсолютно нет, потому что все это проговаривается с самого начала, то есть клиент оповещен. И давайте вот в завершении, что вы можете сказать или посоветовать тем людям, которые сидят, хотят начать какой-то бизнес, но у них есть какие-то сомнения. Что бы вы посоветовали? Вот я бы хотел бы, знаете, в этом плане посоветовать, что не нужно сидеть и бояться. И ждать. Нужно рисковать. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Да, нужно просто вот та бизнес-идея, которую ты крутишь у себя в голове и думаешь, быть или не быть, я бы посоветовал лучше быть и рискнуть, сделать, попробовать. Методом проб и ошибок человек находит свою нишу. Да. Если вы, рискнув, создать свой бизнес и где-то, не хотелось бы, конечно, прогореть, но вы будете знать, где вы совершили ошибку, и в дальнейшем эту ошибку будете стараться не совершать. Я бы более конкретное предложение сказала, кто хотел бы начать что-то, прийти в палату предпринимателей. Как я сказала раньше, что палата предпринимателей — это дом предпринимателей. Здесь могут дать вам консультацию по любому вопросу, начиная от стартапа, заканчивая, даже не заканчивая, продолжая крупный бизнес.
Вы здесь можете получить любую консультацию, любой вопрос решить бесплатно, так как все услуги у нас оказываются бесплатно. Если вы не в городе находитесь, не в городе Усть-Каменогорск, то можете обратиться в любую филиал палаты предпринимателей в районе. Есть консультанты, есть директора, которые оказывают конкретную помощь, и это все производится бесплатно. Шын мәнінде кез келген адам тек қана ойында ұстап жүрсе, өзінің идеясын, бастаймын деген ісін, ол ұзаққа бармайтыны рас. Осы әріптестерім айтып отырғандай, кез келген бастаманы қалай жүзеге асыруға болады, оны жүзеге асырудың қандай механизмдері бар, сұрау керек, білу керек. Кейде әрине біз білеміз, міне тәжірибе көрсетіп жатқандай, шалғай аудандардан қаланың өзіне келу проблема көп кісілерге. Тіпті сондай шағымдарын жазып жататыны бар. Қалаға 2 рет бардым, 20 мың кетті, маған ешкім көмектеспеді дегендей. Мәселе бұл жерде өзінің тірлігін оңтайландыру жағында ойлау керек. Шүкір, қазір байланыстың барлық түрі бар. Кері байланыстың, жаңағы телефон қоңырау шалу, почтаға жазудан бастап, кері байланыс, жаңағы ресми сайттар, әлеуметтік парақшалар дейміз, барлық жерде біз уақытылы жарықтандырып отыруға тырысамыз. Сондықтан іс бастаймын деген кісі бастап кету керек қой. Бастау керек, сұрау керек, білу керек, алдымен білім жинау керек, ақпарат жинау керек. Ары қарай мүмкін ол бір істі бастағысы келеді. Бірақ та жаңағы кәсіпкерлер палатасымен, біздің ертіс корпорациясымен сөйлесіп ақылдасу барысында сәл бағытын өзгерту мүмкін, сол салада, бірақ сәл басқа түрдегі формасы басқа болуы мүмкін кәсібінің. Сол себепті егер де мысалы ертіс корпорациясы тек өзіндегі инструменттермен, өзіндегі бағдарламалармен жұмыс жасай алатын болса, кәсіпкерлер палатасы қай институт арқылы олар кредит ала алады, қай жерлерге бара алады, кеңірек бағыттап жіберу мүмкін. Мәселен айтады, мынандай бағдарлама бойынша корпорацияға барыңыздар, мынандай бағдарлама бойынша мынандай жаңағы басқармаға барасыздар деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, адам жасқанбау керек. Ақпарат алудан, идеясын ұсынудан, оның үстіне өздеріңіз білесіздер, қазір креативті индустрия дамып жатыр деп тұрмыз, барлығын интеграция жасап байланыстыруға болады, Сондықтан кез келген идея баста туған кезде басқадан неңіз артық. Сіз оның өніміне қарағанда сіздікі несімен дәмдірек, қызықтырақ болады, өтімдірек болады, мәселен. Үнемі сол бәсекеге қабілеттілік алдымен, сол жағын ойлау керек. Көршім нан пісіріп жатыр екен деп дәл күшті өтіп жатыр, мен де нан пісірем дегенмен, сіз ол жерде бәсекеге қабілетсіз болып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан басқа нишаны көріп тұрсыз ба дамып жатқан, сіз соны ары қарай да дамытатын, болмаса қосарлана жаңағы, бірлесіп дамытатындай, өткізе алатындай қойшы, жалпақтармен айтқанда өніміңізді, сондай бизнес түрлерін, кәсіп түрлерін қолға алған дұрыс деп ойлаймын. Өз уақыттарыңызды бөліп, біздің подкастқа қатысып келгендеріңіз үшін көп рахмет. Шығыс Қазақстанның бизнесмендер саны өсе берсін деп айтқым келеді. Подкастымызды аяқтаймыз. Көп рахмет. Рахмет.